Ұлығылыстың халықаралық аренада қандай рөл атқарғанын Венециядағы Марчиано ұлттық кітапханасында сақтаулы тұрған бағалы жәдігерден байқаймыз. Ол 14 ғасырда жазылған Кодекс Куманикус кітабы. Сауда жүргізуге арналған сөздікте қыпшақ сөздерінің латын, парсы тілдеріндегі аудармалары берілген. Демек қыпшақ тілі сол заманда қазіргі ағылшын тіліндей адуынға ие болған. Бұл ұлығылыстың өркениетіне өлшем. 12-13 ғасырда Дешті Қыпшақ пен Венецияның арасында үлкен сауда-саттық қарым-қатынас ұлғаяды. Сол кезінде Венецияның саудашылары Кримға барып, Қыпшақтың саудагерлері Венецияға келіп, сауда жасайды, алмасады заттарымен. Соның арқасында Кодекс Куманикус деген кітап шықты. Ол Кодекс Куманикус кәдімгі словарь сияқты. Үш тілде жазылған, қыпшақша, фарс тілінде, латин тілінде. Себебі сауда жасаған уақытында адамдарға түсінікті болсын. Қандай затты сатып алады, қандай бағаға сатып алады. И ол кезінде Дешті Қыпшақ бір-ақ тілде сөйлеген, қыпшақ тілінде.